тегін емдеме. Тегін емдесе дәрігердің, ал тегін емделсе науқастың қадірі кетеді. Біздің жеген тамағымыз бізге пайдалы дәрі, ал дәрі тамағымыз болуы керек. Той, даңғашылдық пен ештеме істемеушілік адамды аздырады, денсаулықтан айырады. Қайта ақыл ойдың бір нәрсеге талпынуы өмір бақи тұрмысты нығайтуға, бақытталған қайратқа мінгізеді. Мөлшерден тыс тоқтық та, аштық та және басқа да ауытқушылықтың бәрі де денсаулыққа қолайсыз. Ақыл ең мықты емші. Кейде ең жақсы дәрі оны мүлдем қолданбау. Дәрігер емдейді, табиғат айықтырады. Өз өмірін өзгерткісі келмейтін адамға көмектесу мүмкін емес. Ауру өздігінен аспаннан салбырап түспейді. Ол үнемі табиғат заңдылықтарын бұзғаныңыздан нәтижесі. Ол үнемі өсіп жиналып, денеңізде ауру ретінде көрініс табады. Сіздің асыңыз дәріңіз болсын. Аурудың көпшілігі сіздің өмір сүру салтыңызға байланысты пайда болады. Әлемнің даналығын барша жан білуі тиіс. Қалдық тамақ ағзадан шыққанда ғана жаңа тамақ жеуге болады. Тұрып қалған суды ішуден аулақ бол, себебі көпшілік аурудың бастамасы осы. Табиғат бізге бергенде түнде ұйықтау керек, күндіз жұмыс жасау керек. Егер дәрігер пайда келтіре алмаса, зиян келтірмесін. Егер ұйқы жанға батқанды басса, ауру қауіпті емес. Маскүнем әке мен ана әлсіз аурушаң балалардың пайда болуына нақты себеп.
Кейбір науқас адамдар дәрігердің шеберлігіне сенгенде ғана ауруынан айыға алады. Шеттен тыс тамақ жеу ауруға алып келеді. Бір күннің ішінде ауа райының құбылуы науқас адамға да, сау адамға да нашар әсер етеді. Емделмейтін аурудың алдында дәрменсіз қалған дәрігерді сөгуге болмайды. Емделуді ешқашан кейінге қалдырма. Тек ауруды емдеп қана қоймай, оны тудыратын себеп салдарын жою керек. Адам денесінде сұйықтық пен құрғақ, ащы мен тұщы, суық пен жылу тепе-теңдікте болғанда ғана денсаулық мықты болады. Қорқыныш пен өкіну бойды дендеп алса, арты ауруға айналады. Дәрігер адамдарға мейірімді, ашық болуы керек. Қаталдық оны сау адамға да, науқас адамға да қолжетімсіз етеді. Ми сау болып, тыныш күйде болса, одан дұрыс ой шығады. Адам ағзасы тазаланбаса, кез келген тамақ зиян келтіреді. Еңбек пен тыныштық денені де, жанды да емдейді. Егер науқас тәбеті мен рухын бекем ұстаса, бұл айығуының ең жақсы мүмкін болған белгісі. Өзің жанып, басқаларға жарық шаш.